Бисмилла сөз бастаймын, я рахман. Нұр болып ай менен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз, құлақ салып, ей мұсылман. Аға шексең, күнәң жеңілдейді. Ертеде бір қандықол қарақшы тәубе еткісі келеді. Ол шайқы бұрқы әулиеге келіп, мен 40 жыл бойы қан төктім, зұлымдықтан басқа іс жасамадым. Енді тәубеме келдім, не амал жасасам Құдай менің күнәмді кешеді деп сұрайды. Шайқы бұрқы оған, жол шетіне жеміс ағашын ек, өткен кеткен жолаушылар саясына демалсын, жемісін жесін, шөлін қандырсын дейді. Қарақшы жолдың жегіне көп қылып ағаш егіп, оларды баптайды. Арада бірнеше жыл өткенде ағашы жайқалып, бақшаға айналыпты. Жолаушы демалып, керуен ат шалдыратын шұрайлы жерге айналады. Бір күні шайқы бұрқы жолаушылап келе жатып, қарақшының бақшасына кезігеді. «О, бұл кімнің бағы?» деп сұрайды ол. Бақтың иесі жоқ, жергілікті жұрт қарақшының бағы деп атайды. Қарақшының өзі 10 жыл бұрын дүниеден озыпты дейді. Шайқы әулие бақтың жемісін жеп, сол жерде түнейді. Түсінде баяғы қарақшыны көреді. Ол жұмақтың бақшасында отыр екен. Төбесінен нұр тамшылап тұр. Шайқы бұрқы, «Уа тәңірім, бұл не хикмет? Қарақшының төбесінен нұр не үшін тамшылап тұр?» деп сұрайды. Тәңірі тағала оған былай деп жауап береді. Мұның еккен ағашының саясына сан түрлі адам келіп демалады. Жемісін жейді, соның сауабы өзіне ақыретте өшпес азыққа айналды дейді. Шайқы бұрқы ұйқыдан көңілді оянады. Содан бастап ел арасында ағаш ексең күнәң жеңілдейді деген насихат көп айтылатын болыпты. Ағаш ексе адамның күнәсі жеңілдейтін жөнінде тағы бір мынадай қызықты аңыз бар. Ертеде бір жігіт түс көреді. Түсінде әкесі шөл далада көлеңкездеп жүр екен. Күннің ыстығынан табаны күйіп, жан сұра айғайлайды. Жігіт шошып оянады. Ауыл ішінде 100 жасаған қарияға барып түсін жорытады. Ол бұл балаға: «Балам, әкеңнің қабіріне ағаш ек. Әкең қабірде ауырлық тартып жатыр. Ағаш күнәсін жеңілдетеді» деп жорып береді. Бала ертесіне әкесінің моласына барып ағаш егеді. Оны күтіп баптап өсіреді, жайқалтып жайнатады. Бір күні тағы да түс көреді. Түсінде ғажап іс көреді. Түсінде әкесі үлкен бір ағаштың көлеңкесінде жатыр екен. Мазар басына ағаш ексе, сауабы тіріге де, өліге де тиеді деген сөз осы аңыздан үлгі болып жеткен екен. Діни аңыздарда мазарға ағаш отырғызу Кемел деген әулиеден қалған екен деседі. Ол уағызда: «Мазар көрсең ағаш ек, бұтаққа бөз байлап көп, құс қонатын бақ өсіп, ху деп сайрар ет» деп насихаттайды екен.